Бүгін бір өте маңызды тақырып қозғағымыз келіп отыр. Қазақта айтады, етіңді үйретіп ал дейді. Қалтаңда ақша жоқ, немесе айлығың 90 мың. Мен күнделікті осынша ақша табу керекпін. Тендерда шекара жоқ екенін тағы да айтып өтейік. Бұл да стереотип, бұл да бұзылды. Нөлден бастау және жоқшылықтан шығу өте қиын. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін бір өте маңызды тақырып қозғағымыз келіп отыр. Бұл нөлден бастау, бастап кету. Кез келген нәрсені өзі бастап кету мен нөлден бастау ең қиыны. Қазақта айтады, етіңді үйретіп ал дейді. Сол үшін біз бастаудан қорықпа деп отырмыз. Нөлден қалай бастайсың енді? Қалтаңда ақша жоқ, немесе айлығың 90 мың, кей нәрселерге жеткізе алмайсың. Бірақ білесіз, бұл нәрсемен біз ұзаққа бармаймыз. Кез келген нәрсені ақырын өсіру керек. Нөлден бастау деген өзіңнің расчетыңды күнделікті санау. Әр сағатыңды бағалау. Сағатыңды асыру. Сағатыңның санын асыру. Сағатыңның төленетін сумасын асыру. Бұған былай, мысалы күніне өзім алғаш 10 мың теңге тапқан кезде қуанатымын. Мен өзім 27 жасыма дейін өз миыммен ақша тауып көрген жоқпын. Ақша тауып көрген жоқпын. 27 жастан бастап іздену, адамдармен сөйлесу, араласудың кезінде өзімнің сағаттарымды бағалай бастадым. Бірінші қойдым. Мен күнделікті осынша ақша табу керекпін. Күніне 10 мың теңге қойдым. Күніне 10 мың теңге қойғанда Аллаға шүкір қуанатымын. Ол айына 100 мың теңге. Өзімнің сапамды, деңгейімді айына 100-ге апарған кезде бір үлкен қуаныш деңгейі. Содан кейін сағаттардың маңыздылығын түсіне бастадым. Әр кездің өзінің кезеңі болып тұрады. Айтайын дегенім бірінші бастау. Одан кейін сағатқа жұмыс істеу. Қараңыз, нөлден бастадыңыз. Тендерда бұл әсіресе қалай басталады? Бізге ең маңыздысы 90% адам 0-ге плюсқа шығуда. Тендерда өз тиімділігі де сол. Тендерді нөлден бастау әбден мүмкін. Күніне 10 мың заказ түсіп жатыр. Қараңыз, 10 мың теңге, 20 мың теңге, 30 мың теңге, 40 мың теңге. Кез келген адам 200 мың теңге таба алады. Сіз бір затты отсаңыз 200 мың теңгенің ар жақ, бер жағына расчет жасау керексіз. 200 мыңнан сіз қанша қалдырасыз? Мысалы 40 мыңнан 5 заказ 200 мың. 40 мыңды сіз бірден тап деп атқан жоқпыз, әр 40 мыңды, 200 мыңды. Бұның ішінде 40 мыңды бір заказға жабасыз, екіншісінен түсетіні бар, 40 мың үстінен 40 мың түсіп тұр, 40 мың үстінен 20 мың келіп тұр. Немесе 10 мыңнан 10 заказ, 100 мыңның өзімен де бастауға болады. Бұл жерде бастау. Бастағаннан кейін шекараларды үлкейту. Тендерда шекара жоқ екенін тағы да айтып өтейік. Қазақстанның 17 қаласымен жаса. Бұның барлығын ақырын, өйткені отыра беру, қиялдау, өзі келеді деп ойлау, бұл ақымақтық. Өздігінен ештеңке болмайды, білесіз. Сізде арман бар, сізде үлкен мақсат бар. Ол мақсатқа аздан. Четкий дисциплина дейді. Сол үшін біз жоспар, бір жылдық стратегия. Сол арқылы әр адамның мақсатын жақындатудамыз. Одан қорықпаңыз, бастаудан қорқудан ол ең бірінші қателік. Бастап кет, аяғы келеді. Кез келген адам өзін ойлағанын жүзеге асыру үшін бірінші мынаған сендіру керек. Мына мен сенеміз, ол қалтаға келетін міндетті. Әйтпесе бізде жоқ, қол сырып отыра береді. Қолын бүйтіп, қол сырып өмір бақи жоқ болып кетуі мүмкін. Тағы нәрсені айтып өтейін. Біз біліп тумаймыз. Немесе біз мұғалім болып, грузчик болып, бизнесмен болып, әкім болып, президент болып та тумаймыз. Біз жасаймыз. Оратор туылмайды, ол жасалынады. Не нәрсені ол ақырынан. Аудиторияның алдына шығу, осы камераның алдында сөйлеуде мен үшін бір үлкен бір қорқыныш. Көптеген адамдардың алдына шығу бір страх болды. Оны да жеңе білдік. Бұның барлығы ақырын екен. Мен де тағы да айтайын, 27 жасыма дейін мен біреудің алдында тұрмақ, өзімнің 5 досымнан артық достармен араласып көрмеген адам мен. Бұл да стереотип, бұл да бұзылды. Қайыршылық қаннан емес, мидан беріледі деп отырмыз. Яғни сіз ойланбаудан, көп нәрсені жүйелемеуден, кез келген стереотипті жою үшін соны аздан. Сол үшін аздан бастаудың ең біріншісі ол бастап кету. Нөлден бастау және жоқшылықтан шығу өте қиын, бірақ мүмкін. Оған сеніңіз. Сіздің қолыңыздан келетініне сенемін.
біздің каналға жазылып қойыңыз, мына жерге подписка жазыңыз, колокольчик басып алыңыз. Бүгіннен бастап өте мықты видеолар шығаратын боламыз. Көкейіңізде жүрген сұрақтың барлығын қоюға тырысыңыз. Көкейіңізде қандай сұрақ бар, не мазалап жүр, қалай шыққыңыз келеді, бұл нәрсемен қалай күрескіңіз келеді. Біздің мың батырдың ішінде жүргіңіз келсе, бірден кіруге тырысыңыз. Бұл мың батыр сіздің қоршаған ортаңыз, сізбен бірге жүретін командаңыз. Сәттілік сізге, бізбен бірге болыңыз. Тендер миллионға апарар жол.